Саңырау қосылған картошка қосып дайындағыларыңыз келсе менімен бірге дайындайық. Бірінші бізге саңырау құлақ керек. Содан кейін картошка, жуа, чеснок. Бірінші жуаны турап аламыз. Күйіп тұрған майға жуамызды саламыз, күнже майға. Сосын гребимізді тазалап жіберіп, турап, әбден барлығын турап, әрайсын турап. Ана қуырылып атқан жуаның үстінен саламыз. Жуаны кішкене қызартыңқырап қуырамыз, үстіне саламыз. Гребимізді саңырау құлақ. Қазақша саңырау құлақ, орысша греби. Әбден аст-үстін араластырып, тұз салып, әбден бетін жауып, 15 минутқа, 20 минутқа қоямыз. Мен гребим пісіңкіреп қалған сәк, қазір аст-үстін былғап жіберейін. Арасына чеснок салып жібердім. Күшті тәтті дәм, өзгеше дәм береді, чеснок салса да. Чесногымды салып жібердім. Енді әбден қуырам. Жаңа қарайған гребимдары құтақындай болып қалды. Қуырғанда бәрі басылып, су шығып, сөйтіп кетеді. Мен гребимді бөлек қуырып алам. Картошкамды бөлек қуырып алам. Енді картошкамды қуырып алам. Бөлек ыдысқа. Себебі екеуін араластырмаймын. Картошкам піскенше гребимді пісті уже. Гребим бір қарап жүрейін, гребим пісті, дайын.